Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай жасалатын, қайнатпай пісірмей-ақ турап-турап банкамызға сала қоятын қыстық салат дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен бізге осы жердегі көкөністеріміз қажет болады. Алдымен капустамызды ұсақтап, жақсылап турап алатын боламыз. Жақсылап сыртын ашып, жуып, дайындап аламыз. Барлық көкөністерімізді жақсылап жуып дайындап алатын боламыз. Үлкендеу ыдысымызға шетінен салып, турап салатын боламыз. Ал сәбізімізді мен осындай теркадан өткіздім. Қаласаңыз қолдан ұсақтап турасаңыз да болады. Негізі осылай теркадан өткізген өте әдемі болып көрінеді. Одан кейін тәтті бұрыштарымызды да дәл осындай етіп, іші сыртын жақсылап жуып тазартып алып, ұсақтап, соломкалап турап алдым. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Мен жыл сайын жасайтын тексерілген салат рецебі. Біздің үйдің сүйікті салаттарының бірі. Кез келген тамақпен де жақсы жүреді. Қиярларымызды да дәл осылай мен сияқты турасаңыздар болады, немесе бұдан іріректе турап салуға болады. Және де достар, менің каналымда бұдан да басқа өте дәмді оңай жасалатын қыстық салат түрлері бар. Жоғарыға плейлистті қалдыратын боламын, сол арқылы кіріп қарасаңыздар болады. Ал жуаларымызды да дәл күнде тамаққа турағандай етіп, жіңішке қылып турап шығып, оны да қосып жібереміз. Қызыл бұрышыңызды, ащы бұрышыңызды қалағаныңызша қосасыздар. Мен 2 түйірін қостым, қатты ащы болып кетпесін деп. Және де сарымсағымызды да дәл мен секілді немесе ұсақтатып турасаңыздар болады. Помидорларымызды да дәл мен сияқты немесе қалауыңызша турайсыздар. Оны да қосып, енді үстіне тұзымызды, қантымызды шамасына қарай салып, үстіне міндетті түрде 4-5 аспиринімізді ұнтақтап салатын боламыз. Және де сұйық майыңызды кішкене қайнатып аламыз, ыдысымызға құйып, оны қайнаған бойда ыстық күйінде құятын боламыз салатымызға. Және де бастапқы уақытта қасықпен араластырыңыздар, қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Одан кейін қолыңызбен жақсылап араластырып, бетін нығыздап жауып қоямыз. 1-2 сағатқа алып, суын шыққанша дейін күтетін боламыз. Оған дейін банкамызды стерилизовать етіп аламыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай, біздің салаттарымыздың суы жақсылап шығады. Енді банкаларымызға барлығын жайғастырып шығатын боламыз. Нығыздап саламыз, салаттарымызды үстінен басыңқырап, және де толғаннан кейін бетіне соңынан қалған суларын бөліп құйып шығамыз. Ал достар, биылдан қалдырмай менімен бірге міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Үйіңіздегі ер азаматтардың көңілінен шығатынына сенімдімін. Әсіресе кез келген қою тағамдармен керемет үйлесімін тауып, тәбетіңізді ашатын болады. Мінекей салаттарымыздың барлығын құйып салып болдық. Енді кастрюлемізге салқын суымызды кішкене құйып, банкаларымыздың астына осылай шүберегімізді салып, банкамызды қойып шығамыз. Қайнағаннан кейін 40 минуттай қайнататын боламыз. Банкаңыздың крышкасы бұл жерде жабылмайды. Одан кейін қайнатып болғаннан кейін барып, крышкамызды жабатын боламыз. Мінекей осымен салаттарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.